Борабай Есенов ән салған қырларында, ауылым жүр жайлыбай ғалымның жырларында. Алыстан қол бұлғап биігі ақселеуді, қайраттай дарабоз дарындар жүр жалында. Арма ағайын, Аграрлы Қазақстан жобасының кезекті саны ұлтқа ұя болған Ұлытау облысының Жаңарқа ауданы жайында болмақ. Танымның мекен-ау Жаңарқа. Жазиралы Жаңарқа даласын айтқанда көз алдыңызға Сарыарқаның сәнді жазығы, тұлпардың тынысы, күбінің иісі, сәкеннің жыры, сал серілердің үні және осының бәрін шашау шығармай сақтап отырған жайсаң жұртшылық елестейді. Аталған аудан батысында Ұлытау ауданы мен солтүстігі мен шығысында Қарағанды облысының Нұра, Абай, Шет аудандары мен оңтүстігінде Түркістан облысының Созақ, Жамбыл облысының Сарысу аудандарымен шектеседі. 1929 жылы құрылған аудан әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші бойынша республикадағы үздіктер қатарында. Аудан құрамында 12 ауылдық округ пен 2 кент бар. Жаңарқа халқының негізгі табыс көзі ауыл шаруашылығында. Бұл бағытта елді мекенде бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Енді ауыл шаруашылығы жылдамдылығы артып келеді. Сондықтан биыл Ұлытау облысының әкімшілігімен және Ұлытау СПК арқылы үлкен жобалар іске асырылып жатыр. Соның ішінде айтып кететін жобаның бірі мынау Төкіскен ауылында үлкен жоба 5000 басқа мал бордақылау алаңы ашылайын деп жатыр. Қазіргі таңда сол жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Одан қосымша 12900 басқа ұсақ мүйізді мал сатып алып, бұл жүйеге асып жатыр. Қазіргі таңда Төкіскен ауылында 10 үй, 20 баз, қосымша мынау Орынбай ауылында 600 басқа әрі қара малын асырауға, мал асырауға нелер жүріп жатыр. Оның ішінде 2 қорасы бар, 1 базы бар, гаражы бар, жем бордақылайтын жерлері бар. Одан кейін мынау бізден 67 шақырымда Айнабұлақ округінде жүзеге асып жатқан шаралар бар. Ол жерде 1200 бас. Несінің көлемі, жобаның көлемі 950 мың теңге. Ол жерде де үй, баз, 3 баз, 400-400 бастан арналған. Және гараж, жем қора, шөп қорларын бәрі жасалып жатыр. Қазір таңда мемлекеттен үлкен, жақсы қаражаттар бөлініп, шаруа қожалықтарына жаңадан техникалар беріп жатыр. Оның даже алған техникаларға 30%-ық өзімізде құралған Қазақстандағы сбор дейді ғой, құралған жабдықтар болса, оған 30%-ын қайтарып отыр. Сондықтан бізде шаруаларға өте жақсы техника базасынан көмек беріліп отыр. Және де жаңағы сатып алатын тайша, құнажын дейді ғой, соларға да мемлекеттен қолдау беріліп отыр. Ресми статистикаға сүйенсек, ауданда 992 шаруа қожалығы тіркелген. Оның 984-і мал шаруашылығымен айналысады. Бұдан бөлек осы бағытта 12 жауапкершілік шектеулі серіктестігі мен 18 өндірістік кооператив жұмыс істейді. Қазір жаңарқалық шаруалар мал басын асылдандыру бойынша ауқымды жұмыстар атқаруда. Ауданда асыл тұқымды ірі қара мал түрлерін өсірумен 40-қа жуық шаруашылық айналысады. Соның бірі аудан іргесіндегі Орынбай ауылындағы асыл тұқымды ақбас сиырларын бордақылау жобасы. Аталған жоба мемлекеттің қолдауымен қолға алынған. Инвестициялық жобаның құны 656 миллион 740 мың теңге. Бұл жерде бізде салынатын әкімшілік тұрмыстық кешен бар. Одан кейін қойма бар, одан кейін гараждар бар, және де 2 баз бар, және вет аптекасы бар бұл комплекстің. Қазіргі кезде салынып жатқан кезеңде бұл жерде 15 адам жұмыспен қамтылған. Барлығы жергілікті тұрғындар. Комплекстің енді жүзеге асырылған кезде 20 адамды жұмыспен қамтимыз деп отырмыз.
Бүгінгі күні уже комплексін өздеріңіз көріп отырғандай 75% аяқталды. Бүгінгі күні инвестициялық жобаны жүзеге асыру аясында инвестор ретінде танып бізге облыстық әкімшіліктен осы жерде 28 гектар жер берілді, және ауыл шаруашылық жерлерінен 1800 гектардан аса жер берілді. Алғашында 600 бас ақбас сиырды бордақылаудан бастағалы жатқан өндірістік кооператив өкілдері бизнес жоспарлары бойынша бір жылдың көлемінде ақбас сиырлар санын 1500-ға дейін жеткізбек. Ауданда ірі қара басының жалпы саны 70 мыңға жуықтап қалған. Жаңарқа жылқылы дала. 1990 жылдардағы тоқыраудан мұндағы ағайын жылқының күшімен жан баққан. Мінсең көлік, жесең ет, сатсаң пұл. Бүгінде ауданда 96.157 бас жылқы бар. Бұл сан жыл сайын тек арту үстінде. Ата кәсіптен нәсіп тапқандардың бірі ауданға қарасты Ескене ауылындағы орда шаруашылығы. Ағайындылар ашқан қожалық бірлік пен берекенің, тірлік пен несібенің ордасы. Шаруашылықтағы әр үйірдегі жылқы саны 25-30 басты құрайды. Ол кезінде осы әкемізден қалған осы мал, жылқы, осыны енді бізге қазір азық болып отыр. Осы жылқыдан енді жаз бойы сүтін сауып, сүтін емдікке пайдаланады. Қымызын орталыққа апарып өткіземіз халыққа. Мына күз келгенде етін өткіземіз, жабағыларын сойып. Осы бізге енді өзімізге кәсіп болып отыр бір жағынан. Осыны енді әрі қарай дамытсақ па дейміз. Өзімізде бір 150-ге тарта жылқымыз бар. Ірі қарамыз бар, басқа да ұсақ түйекті малдар бар. Енді осыған бір дамытып, өркендетсек дейміз. Бір орталықтан бір өнеркәсіп ашсақ па дейміз. Тер өңдейтін, сүт өңдейтін, осыны дамытсақ па деп ойлаймыз енді. Малдың азығы шөп шауып жатыр, азық жинап жатыр осы қысқыға малға. Енді ауылда тұрғаннан кейін малдың қамы деп баршасы талпынады. Жаңарқа кейінгі жылдары ауыл шаруашылығының ғана емес, өндірістің де орталығын айналып келеді. Аудандағы асфальт бетон шығаратын зауыттың Ұлытау облысының құрылуы мен екінші тыныс ашылған. Жас облыстағы жол инфрақұрылымын жаңғырту жобалары тікелей осы зауыттың өнімдерімен іске асуда. Мәселен, Жаңарқа Қаражал бағытындағы республикалық маңызға ие жолға төселіп жатқан асфальт жабындысы осы зауытта шығарылуда. Мұндағы кәсіпорын сағатына 150 тонна асфальт бетон қоспасын өндіре алатын қуатқа ие. Біздің заводымыз осы өндіріміз 2017 жылы ашылған. Ұлытау облысы Жаңарқа аудан бойынша жалғыз осындай үлкен ірі асфальт бетонный завод. Оған қоса жаңа ұсатқыш дедік қой, дробильный установочный станциямыз бар. Бізден шығатын өнім асфальт бетонный заводтан сағатына 150 тонна асфальт өнім шығады. Қазығымандан да біз республикалық маңызды жол Қаражал Атасу тас жолын 28 километрін төсеп жатырмыз. Күнделікті шығарып атқанымыз 800 тоннадай асфальт. Сонымен қоса, республикалық маңызды жол Қызылорда Павлодар тас жолында осы біздің өнімнен, біздің асфальттан беріледі. Сонымен қоса біздің заводымызда ДСУ бар, дробильный установочный. Тастарды ұсататын 3 фракция шығарады, 0,5 фракциясы 5-20, және де 20-40 деген. ...2019 жылы ауданның 90 жылдық торқалы тойында жаңарқалықтар
бір мезетте 1000 күбіні пісіп, Қазақстанның және әлемнің рекордтар кітабына енді. Бұл сөзіміздің дәлелі ауданның төрінде тұрған мына қос сертификат. Осылайша Жаңарқаның балдай қымызы отандық өнімнің брендіне айналды. Рекордтар кітабына есімдерін жазған жаңарқалықтар біз барған сапарда жаңа рекордқа қол жеткізді. Ұлттық қолөнер мен ұлттық тағамды төрге оздырған аудан бірегей үлгіде брендке айналған 500 шапан тігіп, 500 табақ ет тартты. Шапанды тігуге жаңарқалық 17 тігінші үлес қосты. Ал 500 табақ ет сол күні балалар үйі мен қарттар үйіне үлестірілді. Шарапатты шараға арнайы 22 жылқы сойылды. Осылайша рекордта жасалды. Ауданның ауызбіршілігі тағы бір мәрте дәлелденді және қайырымдылық шарасы да назардан тыс қалмады. Бізді осы Жаңарқа ауданының тумасы Қайсар Сейпішев осы жерде Жаңарқа ауданының күзгі Орда фестивалін өткіземіз. Осы Орда фестивалінің шеңберінде мына Жаңарқа өңірінің үлгісінде тігілген 500 шапанды көрсетеміз, халыққа ұсынамыз деп бізге хабарын берген болатын. Бұл 500 жалпы шапан деген қазақтар үшін танысық нәрсе емес. Ол шапан әр қазақтың үйінде бар, бірақ бұл Жаңарқаның шапандарының ерекшелігі ол тек қана осы Жаңарқа өңірінде тігілетін сондай өзінің үлгісі бар. Сол үлгімен тігілген 500 шапан. Осы 500 шапанды тігуге 17 тігінші қатысып, бір күнде бір жерде осы 500 шапанды халыққа ұсынды. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, біреу маған да бұйырыпты. Тірлігі қызу, түтіні түзу аудан, ауыл шаруашылық саласында алар асуымыз әлі алда дейді. Негізгі мақсат ата кәсіпті төрге оздырып, өскелең ұрпақты адал еңбекпен тәрбиелеу. Айта кетейік, Жаңарқа ауданының 2025 жылдың қаңтар-тамыз айларындағы ауыл шаруашылық саласында өндірілген өнім көлемінің өзі 22 миллиард 392 миллионды құраған.